Үйде отырып осы видеоны шығарғым келіп кетті. Ассаламу алейкум всем. Просто сегодня стильно хотел поднимать настроение. Бірінші айтпақым, бүгін айтатыным Базар жоқ из Мексика деген кино. Керемет кино. Жаңа әлі кинотеатрларда шықпаған. Телері енді болатын жақты жаңа не дейді көрсететіндері. Ол кино мысалы қысқасын көріп шықтым. Керемет кино, настроениені көтеретін жақсы бір пайдасы күшті нәрсе екен. Сол біріншіден сол киноны көріңіздер. Бүкіл мәліметтер шығады әлі. Ары қарай бері қарай дегендей. Екіншісі, ата-аналарға айтатыным, балдарыңызбен қасында сөйлесе, балдарыңыз не істеп жатыр, олар не қалап жатыр, не мәселе дегендей балдарыңызбен сөйлесетін мүмкіншілік. Ұлдарға, қыздарға, бауырларыма, әпкелеріме айтатыным, іні бауырларыңызбен, ата-аналарыңызбен сөйлесіңіздер. Неге? Поддержка жасаңыздар, бірге болыңыздар. Ең бақытты сәттеріңізді үйде керемет қылып өткізіңіздер. Тағы да сіздер бақыттың нағыз кезін кереметін татыңыздар, біліңіздер, қадірлеп қалыңыздар. Біздің бақыт ол ата-аналарымыз, бауырларымыз, таныстарымыз. Біз жақындарымыздың қадірін білейік. Мысалы, ол кино жайлы мен неге айтып отырмын? Просто оны ютубтан, гуглдан қысқа қойылғандарын көретін болсаңыздар, көңілдеріңіз көтеріледі. Көбірек кітап оқыңыздар, көбірек қызыққарлы нәрселерді көріңіздер. Ол айтпақшы болғаным, бізге ең тиімдісі бұл жерде кітап оқу, іздену, жақсылық, бірімізге жақсылық істеу, біріміздің қадірімізге жету. Үшіншіден, тәртіпке бағынған құл болмайды. Тәртіпке бағынып, ата-анамыздың айтқанын істеп, басшылардың айтқанын істеп, кітап оқып, жаңағыдай теледидар көріп, бір жақсы дүниелерін көріп, бір жаман нәрселерін көрмей, жақсы дүниелерін көруге атсалысыңыздар. Мотивация беретін нәрселерді көріңіздер, шығарыңыздар. Инстаграм болсын, фейсбук болсын, ол ютуб болсын, жақсы нәрселерін шығарыңыздар. Мотивация беріңіздер бір-бірлеріңізге дух беріңіздер, бір-бірлеріңізге поддержка беріңіздер. Главное, стресске түспейтіндей, неғылмайтындей. Сақтасаң сақтайын дейді. Аллах тағалам сақтанып, бір-бірімізге көмектесіп, паника қылмай. Енді паника қылғанда қай жағынан? Просто паника істегені бір, қалай айтсам болды, мысалы бір, деп қолын сілтеп жүре береміз. Сақтанып, жаныстағы адамды қорқытпай, оған демеу көрсетіп, поддержка көрсетіп, біз біргеміз, ештеңе болмайды. Сақтасақ сақтайды деп бір керемет сөздерді айтыңыздар, мақұлдатыңыздар, бір-бірлеріңізді күлдіртіңіздер, бір-бірлеріңізбен ойнаңыздар. Главный, керек мәліметті ала біліңіздер, керек жерден, әртүрлі нәрселерге мән бере бермеңіздер. Керек жерден ресми ақпарат алып, әрбір адамның жақсы болуы, әр адамның жылын солуы, бізге де байланысты. Әр адамның біреуміз бауырымыз болады, біреуміз ініміз болады, біреуміз әкеміз, біреуміз анашымыз, біреуміз ағайындарымыз, браттарымыз, сестраларымыз дегендей.
Biz özümüz emes, başkalarını da olayık, көршілерimiz de olayık. Biz birgemiz әрқашан. Biz әрқашан жақсы нәрселерде, жақсы атмосферада, жақсы настроениеде жүргенбіз. Әрқашан солай болады. Соған солай болайық. Енді бұндан былай жақсы нәрселерді ойлауға тырысайық. Бәрі өткенше. Өтіп кеткенше бәр нәрсе қиыншылық дейміз, ja. Бұл өмірде қиыншылық болады. Адамның біреуіңкі оқу жағынан, біреуіңкі денсаулық жағынан, біреуіңкі мейірім жетіспегеннен, біреулеріңкі мейірім жетпеген емес, мейірім бәріне жетіскен, бәріне мейірім керек. Бірақ қаншалық мейірім, жаңағы махаббат, қыз бен жігіттің арасында махаббат емсе, махаббат, анаға көрсеткен махаббат, ананың баласына көрсеткен махаббат, сол ана мен баланың арасында махаббат әрқашан жетпейді. Ол қаншалық мықты болса да, әрқашан жетпейді. Біздің анашыларымыз көрсеткен жақсылықтары, біздің анашыларымыздың қылған дүниелері бізге жетпейді. Біз оларға бере алмаймыз оларды. Беруге тырысуымыз керек, әрекет жасауымыз керек. Әрекетте берекет деген, әрекет қылсақ беріп қалады. Ата-анамыздың бір бізге берген нәрсесін бізге оларға да жылы мейіріммен қайтарайық. Все будет хорошо. Просто думать, все хорошо. Дегендей бәрін жақсы болады, жақсы нәрсе ойлайық. Жаңа киноны бір талдаңыздар, сөйлесіңіздер. Кітап жайлы, оқу жайлы, білім жайлы сөйлесіңіздер. Керек болса, маған да қандай кітап оқу керек, кеңесін айтыңыздар. Мен инстаграмды, егер комментарий өшік болса, инстаграмды сөйлейтін жаңа қайтып мені іздеп табу керекін айтам. Соған маған да айтыңыздар, қандай кино көрсем болады, қандай кітап оқуыма болады, қандай жаттығулар істесем жақсы болады деп айтыңыздар. Рахмет. Қоса болыңыздар. Лайк, комментария бір-бірлеріңізге жіберіңіздер. Бұл қорқытарлық нәрсе емес, бұл жақсы дүние деп ойлаймын. Өз адам бір не дейді? Жаман нәрсе емес, жақсы нәрсені тарату керек. Біз именно жіберіп жатқан нәрсемізді пайдасы тиетін нәрселерін жіберуіміз керек. Біз бір-бірімізге білетін нәрселерімізді айтуымыз керек, білмейтін нәрселерімізді айтпауымыз керек. Барынша білетін нәрсе, барынша атмосферасын көтеретін, и о нәрсені қасыңыздағы адам білу керек пе, жіберіңіз. Сол, мен бұның бәрін не үшін айтып көрсеңіз, интернеттегі нелерді көрсем, білмеймін, кейбір кезде ютубты ашқым келмейді. Бірақ амал жоқ, ашасын, ішінде көптеген қызыққан нәрселер бар, бірақ бәрі бір тақырыпты айтады. Өтініш, бәріңіз бір тақырыпты айтпай, басқа тақырыптарды айтып, басқа нәрселерді айтып қойсаңыздар. Әрине, бір тақырып керек нәрселер айтқан дұрыс, бірақ әр нәрсенің өз шекарасы бар, әр нәрсенің бір патологы болады. Жақсы, лайк басыңыздар, комментарий бар болса, комментарий жазыңыздар. Жібергілеріңіз келсе, достарыңызға жіберіңіздер. Адам өз үшін емес, өзгені де ойлау керек. Рахмет, қоса болыңыздар, спасибо большое. Merhaba degендей, тағы да бір сәлем, рахмет. Arkadaşlar, dostlarım, бауырларым, әпке бауырларым, бәріңізге ризашылығымды білдіремін.